Harekete şapalaklarınız şartlasın, aslan көңінде қалыптасын дейміз. Әр нәрсеге елеттен себеп болады. Әрине, мына себеп екі жастың арқасы. Мынау Мұхтар Әуезов атамыз айтады екен, әр істі бастаған кезде адамға үш нәрсе керек депті. Бірінші, адамға ниет керек, одан кейін күш керек, одан кейін бар тәртіп керек депті. Алдамызда енді набала қай бала, қай жердің тумасы, набала қайдан келіп қалды деген іште сұрақ бар шығар. Сол сұрақтан мен өлеңдер шумақтар арқылы сіздерге танытып жіберсем, арғатан өр қазақтан таралады, одан кейін құмалдан жол салады. Қоңыратпен көтеннің ұрпағының, Мамырдың Мамырдың қай баласы асабы, сол адамның баласы мен боламын. Сөзді неге іргемін таңдайдағы, бұл да болса Алланың берген бағы, көпшіліктің көңіліне шығып жүрген жас та болса, жас астаналарымыз қазіргі Түркістан облысы, Отырар ауданы Балтөбел ауылынан есен есіргеп деген балаларымыз мен болам ағайын. Көтен бол, масаға көтен бол. Намба жерде ән бар деп, ән салады бәріне. Қамсын бүгін мұна жұрт, кереметтей Марат ағамыздың әніне деп, керемет өлең жұмбағақтары бар. Дос болам десең, досыңды сыйла қымбаттым. Дос болам десең, мендегі доспен достассың. Сендегі доспен дос болсың да қымбаттым. Достарың көп па? Албырау неткен жақсы едің. Досым аз менің, досымнан досыма қапшы енді. Достарыңмен достастыр олай ақ күн. Достыққа жүрмін, достыққа жүрмін құмартып. Өлгелі жүрмін өз-өзіме мінәтіп. Жауыздың барып алдында уәзір болғанша, досының ауласына барып өлген. Досым, саған сенемін, сені бөтен, жөні бөтен демеймін. Жалпы дос деген ақылдың сергеген, ақылдың көргеген. Не деймін досым? Жүргенде достарын сыйлай жүрсін, әрқашан құшағыңды жимай жүрсін. Ел сыйлаған, егінің бір болшы, атанаң бұл өмірге сыймай жүрсін деген көреді. Осындай керемет өлең жұмақтардан кейін мен Жанат жеңгеміздің, яғни сіздердің құдағиларыңыз достар келіп отыр екен, сыйлап сол достарына берсем деп отырмын, және тілекке жалғасын деп, алыстағы ағайыннан жақындағы көршің жақын дейді. Ертең ақыретте сұрады екен, көршіңмен қалай болдың, қалай тұрдың деп. Сондықтан осы көрші қуанып, қуанышта, қайғыда бірге болып жүрген Гүлнар әпкеміз, Ақжан, Эльмира көршілерге Анамды сыйлайма деп, сол кезде пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа алейхиссалам бірінші анаңды сыйла, екінші барып анаңды сыйла, үшінші барып анаңды сыйла, төртінші барып әкеңді сыйла депті. Бірінші анаңды сыйла дегеніміз 9 ай, 9 күн құрсағында күтілетін әрине аңшылықты ана. Екінші барып анаңды сыйла дегеніміз 9 ай, 9 күннен кейін шыр етіп сәбиін дүниеге әкелетін әрине аңшылықты ана. Үшінші барып анаңды сыйла дегеніміз түнде сәуге жылап жатқан кезде бесікке 10 рет алып, 10 рет салатын әрине аңшылықты ана. Төртінші барып әкеңді сыйла дегеніміз осы сәуге дүниеге келуіне себепкер болған әуелі бірінші Алла, екінші асқақ тәуір әкесі. Қазақта жақсы сөз бар, әке тілегін, ана күйеуін дейді. Жалпы бір жылда 365 күн бар екен. Соның бір ерекше күн бар екен. Ол қандай білесіздер ма? Басыңызға тек қана осындай қуаныштар тілеймін. Аман болыңыздар, жасай беріңіздер, аналар. Akşamınız kutlansa
тоқтап болсыңдар бәрің. Сенің анаң алтын, менің анам алтын. Қолдыра бер қарындасым, аман болып шалдың. Қан жемген ел әмір